қарбалас кезеңге қарамастан келгендеріңізге көп рахмет. Мен сіздердің назарларыңызға бүгінгі жұтқыншақтың дабылы, яғни фарингиттің заманауи емдеу жолдарын алдарыңызға ұсынамын. Менің есімім Абдықалипова Жанель Жақбековна, таныстырып өтті. Лор дәрігер болып жұмыс жасаймын. Фарингит дегеніміз не? Әрине бәріміз білеміз. Фарингит ол біздің жұтқыншақтағы қабыну ауруы. Оның шашты қабатының қабынуы. Және жұтқыншақ анатомиясын еске түсірер болсақ, жұтқыншақ ол біздің ауыз ашқан кезде көрінетін, көзге көрінетін жер ғана емес, және ол түтік тәрізді ағза болып табылады, ол бөлінеді. Мұрын жұтқыншақ, ауыз жұтқыншақ және көмей жақ болып бөлінеді. Және классификациясына келер болсақ, фарингит білесіздер, вирусты, бактериалды, аллергиялық, жарақаттық және шошты қабаттағы өзгеріске байланысты катаральды, гипертрофиялық, атрофиялық болып бөлінеді. Ең бірінші әрине созылмалы түрі және оның жедел фарингит түрлері бар екенін білесіздер. Бұл симптомдарды сіздер жақсы білесіздер, өйткені сіздерге келеді, науқас айтады, мен тамағым бүйтіп ауырып тұр, жыбырлап тұр, жөтелім азалап тұр, құрғап тұр, даусым шықпай тұр деп барлық симптомдарды сіздерге айтып береді. Әрине сіздер бірденен мұның тамағын фарингит екенін білесіздер. Бірақ науқастар кейбірі келіп айтады сіздерге, менде ангина деп айтады. Бірақ ол көп жағдайда ангина емес, жай фарингит болып табылады. Оған да қазір тоқталамыз. Бұл жерде жедел созылмалылығын сұрайсыздар, қанша күн болды ауырғанына деген кезде бірден сіздерге айтады. Жедел ол міне ауырғаныма 2 күн болды, немесе кеше басталды деп. Ал созылмалы фарингиттің себептері ол одан көбірек және ол күрделірек. Ол тұрақты тамақтың жыбырлауын айтады, жұтыну кезіндегі жағымсыз сезім, бірақ ол ұзақ уақыт бойына болып жүргенін айтады. Және құрғақты, қақырық жиналу, жөтелім жазылмай жүр деген олардың барлық айтылып жатқан симптомдарының ұзақ уақыттан бері мазалап жүргенін айтады. Енді еміне келетін болсақ, әрине бірінші келіп тамағым ауырып тұр деген кезде жалпы ұсыныстар бар. Кез келген тамақ ауырған науқасқа жалпы беретін жалпы ұсынысымыз ол біздің. Ең бірінші көп сөйлемеңіз деп айтамыз, дауыс режимін сақтаймыз. Өйткені сөйлеген сайын тамақ құрғайды, құрғаған жерде біздің жергілікті иммунитет жұмыс жасамайды. Жергілікті иммунитет жұмыс жасамағаннан кейін ол жерде кез келген бактерия, вирус жақсы дамиды, тез көбейеді, ары қарай ауруына алып келе береді. Онан кейін екінші жылы сұйық тағамдарды көп ішу. Өйткені кез келген ағзаға түскен инфекция ол интоксикация шақыратын белгілі. Интоксикация болғаннан кейін ол ағзадан тезірек шығуына көмектесуіміз керек. Ол үшін біздің өзіміз шай берсек те, сорпа берсек те жылы ең бастысы ыстық емес, сұйықтық болу керек көп мөлшерде. Терлеу керек адам, былайша айтқанда, Енді оны ары қарай жергілікті бөлмелі ылғалдандыру, желдету ол былайша айтқанда база деп айта аламыз. Өйткені бізде отопление қосылады. Отопление қосылғаннан кейін біздің отырған бөлмеміздің ауасы өте құрғақ болады. Қайтадан қайтып келеміз. Қайтадан құрғақ ауа, қайтадан шырышты қабаттың кеуі, шырышты қабатқа түскен инфекцияның сол құрғақ жерде тез дамуы, ол да ары қарай фарингиттің ары қарай өршіп дамуына ықпал етеді. Көп жағдайда ең жиі кездеседі бұл вирустық фарингиттер, ол көбінде 90%-дан жоғарысында кездеседі. Әрине ол кезде біз бірден антибиотик бермейміз. Симптоматикалық емдер береді. Антисептикалық спрейлер береміз. Бензидамин гидрохлорид. Бұл бізде дәлелденген стероидтық емес қабынуға қарсы зат болып табылады. Одан кейін жұтқыншақты шаю. Жұтқыншақты шайғанға хлоргексидин ұсынамыз. Хлоргексидин да өте бактерияға, вирусқа қарсы әсер етеді. Және бір жақсысы ол шырышты қабатты құрғатпайды, фурацилинмен салыстырғанда. Және науқастар көбінде егер де естіп қалсаңыздар, мен суға тұз араластырып шайдым, йод тамыздым деген естісеңіздер, бірденен доғаруын сұраңыздар. Өйткені ол онан самай кептіреді шырышты қабатты. Шырышты қабат кепкеннен кейін ол қайтадан құрғақ жөтел, қайтадан бағанағы бактерия вирустың көбеюіне қайтадан жағдай жасаймыз, және тамақ ауруы созылып кетеді. Сосын көбірек пастилкалар берген дұрыс. Өйткені біз сөліміз көп бөлінеді, жұтынамыз, көбейіп жатқан бактерия вирусты біз ары қарай жұтамыз сөлмен. Сөлмен жұтқанда ол асқазанымызға барып қышқылдық ортаға түседі, ол бұзылады және біздің ары қарай фарингитіміз дамымайды.
егер науқас температурасына шағымданса, 38-ден асқан болса, әрине ол ибупрофен, парацетамол қосып береміз.